Сәлем, достар. Бүгін сіздерге ерекше әрі әсерлі оқиғаны баяндап беремін. Егер мұндай оқиғалар сізге қызықты болса, міндетті түрде арнаға жазылып, лайк басып пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін өте маңызды. Бұл оқиға бір ауылда болған. Бас кейіпкеріміз Ержан есімді жігіт, жасы 25-тер шамасында. Ол бала күннен ағасына жақын өсіп, оны өзіне үлгі тұтып жүретін. Ағасы Асқар ауылдың сыйлы азаматтарының бірі, адал еңбегімен елге танылған жан еді. Ал жеңгесі Айгүл көрікті, ақылды, биязы мінезді әйел болатын. Көпшілік олардың жұбына қызыға қарайтын. Барлығы Ержан қалаға оқуға кеткеннен кейін басталды. Ол студенттік өмірдің қызығына кіріп, ауылдағы өмірін ұмытқандай еді. Бірақ оқуын тәмамдап, ауылға оралғанда бәрі өзгеріп кеткенін байқады. Жеңгесі бұрынғыдай емес, үнемі ойлы, кейде мұңды көрінетін болды. Ал ағасы болса, жұмыстан кеш қайтып, отбасына аз көңіл бөлетін. Алғашында Ержан мұны аса мән бермей қабылдады. Ағасы жұмыста көп уақыт өткізеді, ал жеңгесі үйде жалғыз қалады. Бұл қалыпты нәрсе деп ойлады. Бірақ күндер өте Айгүл оның жанынан жиі табыла бастады. Ол Ержанға шай дайындап беріп, оның өмірі жайлы көбірек сұрайтын болды. Бірде Айгүл оған қара көзімен ұзақ қарап, «Ержан, сен ауылға келгелі, үйдің іші жарық болып кеткендей» деді, жұмсақ үнмен. Бұл сөздер Ержанның жүрегін біртүрлі жылытты. Күндер өте жақындығы артты. Бір күні Айгүл Ержанға күйеуінің өзін елемей кеткенін, оның өмірінде бұрынғыдай жылулық қалмағанын ашық айтты. Кейде өзімді осы үйде артық адам сезінемін деп көз жасын сығып алды. Ержан жеңгесін жұбатып, оған әрқашан қолдау көрсететінін айтты. Бірақ сол сәтте ол өз жүрегінің дүрсілдеп тұрғанын сезді. Оның ішкі түйсігі бұл жағдайдан алыс жүру керектігін айтқанымен, сезімдері оны ұстап тұрды. Күндер өте Ержан мен Айгүлдің арасы одан әрі жақындай түсті. Бірге кешкі ас ішіп, бір-бірімен ұзақ сөйлесетін болды. Олардың арасында бір көрінбейтін байланыс орнағандай еді. Бірде Ержан түннің бір уағында аулаға шығып, аспанға көз тіккенде, қасына Айгүл келіп, «Кейде өмір біз ойлағандай болмайды» деді күбірлеп. «Нені меңзеп тұрсыз?» деп сұрады Ержан. «Мен өзімді бақытты болуға лайық емеспін деп ойлаймын. Бақыт біреуге бұйырса, біреуге бұйырмайтын дүние екен». Айгүлдің даусындағы мұң Ержанның жанын ауыртты. Ол оны жұбатқысы келді, бірақ қалай екенін білмеді. Сол түні Ержанның ойы сан-саққа жүгірді. Ол жеңгесіне деген сезімінің күшейіп бара жатқанын анық сезді. Ақыры бір күн ағасы жұмыста болғанда, Айгүл Ержанды қасына шақырып, ұзақ әңгіме бастады. Ол өз өмірінің бос өткенін, шынайы сүйіспеншілікті сезінбегенін айтты. Ержан оның сөздерін тыңдап отырып, өзінің де оған бей-жай қарамайтынын түсінді. Айгүл оның жүзіне мұңды көздерімен қарады да, ақырын қолын ұстады. Ержан да оны өзіне тартып, алғаш рет жақындық сезінді. Сол түні олардың арасындағы шекара бір жола бұзылды. Бұл құпия қарым-қатынас осылай басталды. Олар әр кездескен сайын бір-біріне деген сезімдері күшейе түсті. Айгүл Ержанның құшағында өзін қауіпсіз сезінетінін айтатын. Ержан да өз эмоцияларына ие бола алмай, бұл қарым-қатынастан толық бас тартуға дәрменсіз еді. Бірде ауылда үлкен той өтті. Ержан мен Айгүл бұл тойда бір-бірінен алшақ жүруге тырысты. Бірақ көзқарастары жиі түйісіп қалып, олардың арасындағы құпия сезім айналадағы адамдарға да білінетіндей еді. Тойдан кейін Ержан жеңгесіне жақындаспауға бел буды. Бірақ Айгүл оған өзі келіп, «Мен сені көрмесем, тұншығып қаламын» деді сыбырлап. Бұл сөздер Ержанның бар ойын шайқалтты. Олардың қарым-қатынасы ауыл ішінде күмән туғыза бастады. Бірде Ержанның анасы оған, «Сен соңғы кездері бір түрлісің, әлде Айгүлмен араң тым жақын ба?» деп сұрады. Бұл сөзден кейін Ержанның жүрегі дір етті. Демек, адамдар сезе бастаған. Бір күн ағасы жұмыстан ерте келіп, олардың бірге жатқанын көріп қояды. Бұл жағдай үлкен дауға айналды. Ержанның әке-шешесі ұлының бұл әрекетіне қатты күйінді, ал Айгүл сол түні үйден кетіп қалды. Ағасы Ержанды бауыр санамайтынын айтып, ауылдан қуып жіберді. Ержан өз қателігін кеш түсінді. Ол тек өз өмірін емес, ағасының, ата-анасының, бүкіл отбасының абыройын төккенін ұқты. Бірақ бәрі кеш еді.
Бұл оқиға ауылда ұзақ уақыт талқыланып, Ержанның аты жаман атаққа ілікті. Ол қаладан жаңа өмір бастауға тырысты, бірақ жүрегіндегі өкініш ешқашан кетпеді. Опасыздықтың тек бір адамның емес, бүкіл отбасының тағдырына қалай әсер ететінінің дәлелі. Кейбір сезімдер уақытша ғана болуы мүмкін, бірақ олардың салдары мәңгілік жара қалдыруы мүмкін. Егер осындай оқиғалардың жалғасын көргіңіз келсе, арнамызға жазылып пікір қалдырыңыз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін маңызды.